Армысыздар, тігінші ханымдар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Енді жаңадан ашылдым, сондықтан барынша қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұранамын. Тігінші ханымдар, бүгін мен сіздерге осындай игольницаның қалай тігілу жолын көрсетемін. Өте оңай, кез келген матадан ішіне мата қиындыларын салып тіксеңіздер де болады. Міне игольница, инелеріңіз жинақы тұрады. Міне кез келген мата түрі өзіңіз үйде қандай бар. Міне осындай кесе қажет болады. Көлемі ол да өздеріңізге байланысты, қалауларыңызға. Осылай матаның үстіне кесені қойып, қаламмен бастырып сызып шығамыз. Және де осындай иголкаларды мата тайып кетпеу үшін қиған кезде мата әртүрлі болады. Біреулер тайып кетеді, кейбір маталар өзін сақтап тұрады. Міне осылай қайшымен қиып шығамыз. 0,5 см артық қалдырмаймыз тігіске, өйткені менің кесемнің көлемі үлкен. Міне осылай қиып шығамыз сызық бойымен. Және де кішкене қалдырамыз. Ол біздің ішіне мақта немесе халапайпер салуға. Қолмен тіксеңіздер де болады, машинкамен тіксеңіздер де болады. Ол өз мүмкіндіктеріңізге байланысты. Міне менде машинка бар, сонымен тігіп шығамыз. Осылай кішкене закрепка береміз басында. Осылай қиып тігіп шығамыз. Айналдыра тігеміз. Әр иголкамызды алып отырамыз, өйткені машинканың инесін сындырып жіберуі мүмкін. Міне оңға қаратып аударып аламыз. Менде штатив дұрыс тұрмағандықтан толық көрсетпейтін жерлері бар, сондықтан кешірім сұраймын алдын ала. Келесіде мұқият түсіретін боламын. Міне осындай оңға қаратамыз. Міне ішіне кез келген мата қиындыларын, халапайпер не бар, соның бәрін сала берсеңіздер болады. Онда тұрған ештеңе жоқ, ол ішінде тұрады, көрінбейді сыртқа. Осылай бәрін салып шығамыз. Қатты толып кеткені де болмайды, немесе аз болып қалса да болмайды. Орташа саламыз. Қолымызбен кішкене итеріп, ары қарай жылжытамыз, біркелкі болу үшін. Міне кішкене қалған жері, оны біз инемен потайной тігіс деп аталады ғой, солай тігіп шығамыз. Кішкентай ине алғандарыңыз дұрыс, өйткені мына тігісте кішкентай ине өте жақсы көрінбейтіндей тігіледі. Міне тігіп болдық. Ортасын белгілеп аламыз. Қаламмен осылай сызғышты аламыз да, осылай белгілейміз. Осылай қарама-қарсы бірінші екі жаннан, одан кейін сол бөліктерін ортасынан осылай сызып шығамыз. Енді осындай ақ жіп аламыз, ақ матамызға қарай. Және 4 қабаттап тігеміз. Жібіміз үзіліп кетпеу үшін. Міне дәл ортасынан аламыз. Сосын жаңағы біздің белгілеп алған сызықтарымыздың бойымен қарама-қарсы жағына шығарып тігіп аламыз. Менде жаңа жоғарыда айтып өткенімдей алдында
қалай тіккенім көрінбей қалыпты. Міне осылай түймені аламыз. Түйме болса үйде осылай ортасына қойып тігіп шығамыз. Оны да осылай қоямыз. Әп-әдемі ромашка немесе тыква деп аталады. Осылай бекітеміз. Өте оңай, қыздар, жасап көріңіздер үйде. Міне, екі жағына түйреуіш қойсаңыздар да болады, бір жағына қойсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызға байланысты. Міне осылай әдемі болды. Міне мен иголкаларым жатыр. Осылардың бәрін қадап шығамын. Мен көбіне құрақ тігемін. Құрақ тігіп бастап жатырмын. Сондықтан маған осындай иголкалар өте керек, көп керек. Менде иголкалар үйде көп, сондықтан әр жерде жатпау үшін. Міне осындай ине де бар ғой, өзіміз кәдімгі тігетін. Сол иненің жібімен қалса, оны да осылай орап қойсаңыздар болады. Жинақы тұрады. Өте әдемі жинақы. Міне осындай әдемі ине қадағышымыз дайын болды. Міне сіздер де жасап көріңіздер, мені қолдап кетіңіздер. Соңына дейін болғандарыңыз үшін үлкен рахмет.